Сәлем достар, бүгін өзімнің тапсырысқа жасап жүрген творожный пирогтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысқа бір жұмыртқамызды, 80 грамм қантымызды және жұмсақ осындай үй температурасындағы майымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз миксермен. Міндетті түрде 5 минут араластырыңыздар. Сол кезде жақсы бірігіп, қанты да еритін болады. Неге осындай аппақ түсті болады. Бөлек ыдысымызға ұнымызды және қопсытқышымызды салып араластырамыз. Майлы масымызға ұнымыздың барлығын саламыз. Алдымен қасықпен араластырып, одан кейін қолмен араластырғанда осындай жұмсақ болып шығады. Арнайы салафанға салып, бөлме температурасында қойып қоямыз. Оған дейін пирогтың ішіндегі сүзбесін жасайтын боламыз. Осылай, егер де блендеріңіз болмаса, осылай пакеттің ішінде бірден сүзбелерді майдалап алса болады. Бөлек ыдысымызға сүзбенің үстіне 2 жұмыртқа, 150 грамм қантымызды және манный крупа дейміз ғой, манный кашаның. Содан 1,5 қасық, ас қасық, және ванилин болса ванилинді салып, осылай езіп аламыз. Блендермен болмаса миксермен. 22 немесе 23 диаметрлі формамызға нанымызды жайып шығамыз. Шанышқамен ортасын тесіп шығамыз. Сүзбенің үстіне қатырылған жемістерді, болмаса варенье болса да, мен мысалы джемді үстіне қойып шықтым. 1 сағатқа пешке 150 градуста пісіріп аламыз. Дәл осындай болып шығу керек түсі. Егер де градусын жоғарылатып жіберсеңіз, онда үстіндегі сүзбеміз сынық, яғни трещиналар беретін болады. Сондықтан градусын төменде пісіре беріңіздер. Өте дәмді әрі жұмсақ пирог шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда бұдан да тәтті тағамдар бар. Сау болыңыздар.